Абай атамыз ұстазсыз шәкірт тұл, шәкіртсіз ұстаз тұл деп, адам баласының кісі болып қалыптасуы көбінесе ұстазға байланысты деп ерекше атап өткен. 21 ғасыр ілім мен ғылымның ғасыры болғандықтан адам баласы бір ғана саланың маманы болып қалмау керек. Яғни сіз әмбебап болуыңыз керек. Бұл талап мұғалімдер қауымына да қатысты. Сонымен қазіргі заман мұғалімі қандай болу керек? Меніңше қазіргі заманға лайық мұғалім болу үшін біріншіден білікті педагог болу керек. Мұғалімнің өзі білікті әрі сауатты болған дұрыс. Оқушыға түрлі әдістер арқылы тәрбие беру, білім нәрімен сусындату ең маңызды. Екіншіден, әрбір сөзге сауатты, мәдениетті тұлға болу керек. Үшіншіден, заманауи технологияларды игеру керек. Соның ішінде компьютердің ішкі жүйесін, электронды тақталарды және де офистік бағдарламаларды. Төртіншіден, психолог болу керек. Мұғалім тек білім беріп қана қоймай, сонымен қатар әр оқушының психологиясын зерттеу керек. Топтан бөлек оқушылармен жеке-жеке жұмыс жасау керек. Бесіншіден, көшбасшы болу керек. Көштің басын бастау әрине қиын, дегенмен бұл жаңа дамыған дәуірдің талабы.